Anıl Beytirek деген ауылдан келдім. Тыныш. Құлжа деп қарайсыз. Құлжаның бер жағында. Алматы облысының Ұзынағашқа қарасты Бәйтерек ауылында тұрамын. Жасым 80-ге келді міне. Алланың рахметіменен осы ғұмырын сүріп жатырмын. Осы бүгін осы барлықтарыңыз осы жерге келіп, бір Әлмерек атаның қасиетті бабамыздың басына келіп, құрбан шалып, Құран қатында болып, аруақтарға сауабы тиісін деп, өткеніміздің маған қалғанымыздың хайыр берекет болсын деп бас қосып жақсы ниетпен келіп отыр екенсіз деп, Алла қабыл көрсін. Осы құрбанымыз қабыл болсын. Осы құрбандықты ұйыстырып жүрген Бауыржан деген сұңқар баламыз, Дүсбек деген сұңқар балаларымыз, Жанар аққуларымызға көп рахмет. Осы қиын қыстау күнде халқымыздың басына отбасылық төніп тұрған уақытта осындай бір жақсы бас қосып ұйыстырып, барлық ниетпенен, ақ ниетпен, ақ тілекпен бас қосып, осы дұға тілектерімізді бағыштап, Алладан рахым тілеу, осы орайына ие болған барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, сансыз сауаптар болсын. Енді барлығымызда тілейтініміз отбасымыздың, бала шағамыздың амандығы, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Отбасымыз аман болу үшін отанымыз аман болу керек. Еліміз, жерімізге Алла тағала нұрын төксін, қаралықтардан тазартып, әділетсіздіктен тазартып, ақиқат орындауына Алла нәсіп қылсын. Алла тағала барлық жақсылықтарменен бізді жарылқасын. Сіздерге осы келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Алла тағала барлықтарыңыздың дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Бастарыңызда қандай бір ауыртпашылық болса, Алла тағала тілеп отырған болсаңыздар, сол тілектеріңізді қабыл етіп, өзінің нұрымен жарылқасын, мейіріменен жарылқасын. Енді Алла бізді, жетімдерімізді жылатпасын, жесірлерімізді көбейтпесін, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, азаматтарымыз аман болсын, еліміз, жеріміз аман болсын. Алла тағала рахмат нұрын төксін. Осы бірнеше күннен бері қарай болып жатқан жағдайларды оқысам, жүрегім езіліп кетіп. Сол үшін мен аяғымды баса алмасам да осы бүгінгі дұғадан қалмайын деп келдім сонау жерден. Енді Алла қабыл етсін, барлықтарыңызға сондай ниетпен келдіңіздер. Алла қабыл етсін, Алла көріп тұр, Алла құдіретті, Алла мейірімді. Ағдай өзің осы дұға тілектеріңізді қабыл етсін.